Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге Госзакуп порталында қалай тендерге дұрыс заявка беру керектігін көрсететін боламыз. Госзакуп порталында өзіңіздің қатысыңыз келген тендерді таңдағаннан кейін біз бұл жерде заявка дұрыстап беруіміз керек. Кейбір адамдар қате жібереді, бағасын дұрыс қоймайды, соның кесірінен тендерді минусқа жабады, немесе тендерді орындай алмай қалады. Сол үшін мұқият осы видеоға қарап, нені қалай жасау керектігін түсініп алыңыздар. Ал ендеше бастайық. Мысалы, біз дәл осындай тендерді таңдап отырмыз. Количество заявок 1 деп тұр. Бұл жерде 21 лот бар екен. Яғни бұл объявление ішінде 21 түрлі тендер бар. Общий сумма 2 миллион 300 мың теңгеге жарияланған. Әрине, сіз қатыспастан бұрын бәрін есептеп, поставщик тауып, уже математикаңыз дайын тұру керек. Яғни қатысайын деп жатқан тендеріңіз мысалы 500 мың теңге болса, мысалы менің полный доставкамен шығыным 100 мың теңге деген секілді есеп болу қажет. Мен қазір енді видеода заявка беруді көрсетіп жатқандықтан, сіз алдын ала оған дейін есептеп қоюыңыз керек. Ендеше заявка беру процесі былай басталады. Сол жақ жоғарыда доступны действие деген кнопка бар. Соны басып, создать заявку деп кіреміз ішіне. Осылай кіргеннен кейін біз өзіміз қатысатын тендерімізді таңдап аламыз. Алдымен мыналар толтырамыз. Юридический адрес, өзіңіздің актуальный счетыңыз, қай счетқа ақша түсу керек, соны таңдайсыз. Мына жерде тип налогоплательщика деген. Егер сіздікі ИП болса, ол жерде просто индивидуальный предприниматель деген автоматически таңдалып тұрады. Біздікен ТО болғаннан кейін біз юридический лицо деп таңдауымыз қажет. Сіз егер ТО болса таңдайсыз, ИП болса еш кнопка болмайды. Далее деп басамыз. Басқаннан кейін бізде мынандай лоттардың тізімдері шығады. Так. Қазір асылу керек. Номер, контактный телефон деген толтыру міндетті емес. Толтырмай қоясыз, қажет емес. Так, міне лоттар шықты. Бұл тендердің ішінде енді бірнеше лот бар. Біз мына удлинитель деген тендерге қатысқымыз келіп отыр мысалға. Электрический бір штукасына 19 мың теңге берген, 625 мың теңге общая суммасы. Мына жерде осыны таңдаймыз. Міне, тек осыны таңдап аламыз. Өйткені көптеген лоттар бар. Біз осыған қатысатын болсақ, добавить выбранный кнопкасын басамыз. Сосын таңдаған тендеріміз ғана қалады. Сол тендерге әрі қарай заявка беру процесін жалғастырамыз. Мінеки, таңдаған тендеріміз қалды. Мынандай қызыл болып шыға береді жазу. Бұл почти 90% заказчикте шығады. Бұған мән бермейміз. Мында шығып тұрған тендерге қайтадан галочка қоямыз да, удлинитель и далее дейміз. Яғни біздің жаңа бірнеше лоттардың ішінде таңдап алған жалғыз тендеріміз осы болып тұр. Соны таңдаймыз да, уже келесі этапқа өтеміз. Келесі этап ол бізде документация толтыру этабы. Ол жерде описание товара, сосын сіз 3% обеспечение деген дүниеңіз бар. Лицевой счеттан сіздің қатысайын деп жатқан тендеріңіздің 3%-ін уақытша заблокировать етіп тұрады. Соның бәрін тіркеп біз бекітуіміз қажет. Соған қазір өтетін болады. Міне өтті. Міне байқасаңыздар, екеуі обязателен деп тұр, екеуі не обязателен деп тұр. Біз қатыса алатын тендерде осындай болу қажет. Егер разрешение первой категории сұрап тұрса, онда сіз қатыса алмайсыз. Әдетте ол медицинский товарларға сұрайды, бәріне емес. Обеспечение заявки деген кнопканы басамыз. Сөйтіп, біздің 3% обеспечение заявки дегенді бекітеміз. Яғни, біз қатысайын деп жатырған тендеріміз 625 мың теңге болса, біз осының 3%-ін лицевой счеттан салып қойымыз қажет. Уақытша. Мына, деньги с электронного кошелька. Сонда 625 мың теңгелік тендерге қатысуымыз үшін біздің лицевой счеттан заблокировать ететін сумма ол 18 757 теңге. Сохранить деген кнопканы басамыз. Одан кейін обратно артқа шығамыз, назад деп. Сохранить етілсін, күтеміз. Портал жай істеп тұру интернеттен емес, қазір соңғы уақыттары порталның өзі осындай медленно жұмыс істеп жатыр. Назад деп басамыз. Міне сохранить етілді. Удалить демейміз, назад. Сөйтіп, вернуться заявку обратно. Біз бұны уже салып шықтық қой, обеспечение заявкеде салдық. Енді вернуться заявку дейміз. Сөйтіп, екінші пункт описание товараны толтырамыз. Так. Міне. Описание товара кіреміз. Бұл описание товара деген сөз, товарыңыз жалпы қайдан алып келдіңіз, аты қандай, міне, добавить деп басамыз. Бұл жерде мына графалар қазір шығады, оларды толтыру міндетті емес. Ол ұтылуға да ешқандай әсері жоқ. Просто добавить дейсіздер, мына кнопканы басқаннан кейін мынандай болып шығады. Сохранить деп басасыздар, бір рет ғана, еш нәрсе толтырмайсыздар. Бұл ұтуға да, ұтылысқа да еш нәрсеге әсері жоқ. Данные успешно сохранены дегеннен кейін X-ті басып, вернуться заявку деп шығамыз обратно. Екеуі де бізде мынандай жасыл галочка болу керек.
Егер екеуі де жасыл галочка болса, дұрыс деген сөз. Далее дейміз. Далее. Одан кейін біз енді баға беру этабына келдік. Біз бәрін толтырдық, бәрін дұрыстап келдік. Енді баға беретін кезінде біз есебімізді шығарып, үстіне пайдасын қосып заявка береміз. Міне, баға беретін этап ввести ценовой предложение кнопкасын басып, осында шыққан окошко, сіздерде окошко шығады, сол окошкаға сіз өзіңіздің беретін бағаңыздың бір штукасын жазасыз. Яғни, бұл деген сөз ол былай. Мысалға математикасын көрсетейік. Например, сіз есептеп шығардыңыз, тендерді толығымен есептедіңіз, 625 мың теңгелік тендерге қатысайын деп жатырсыз. Мысалға, доставка мен сіздің товарың шығыны 120 мың теңге. Үстінен таза пайда 200 мың теңге көргіңіз келеді, пайдаңызды қосасыз. Үстіне 3% налогыңызды қосасыз. Сөйтіп, осы беретін бағаңызды толық жазбайсыз. Қанша штук? 32 штук па? Беретін бағаны количествоға бөліп, бір штукасына неше теңге бересіз, соны жазасыз ввести ценовое предложениеге. Сосын подписать цены деп кілтпен қол қойып, далее деп уже заявкаңызды ары қарай тамамдайсыз. Дәл осылай тендерге госзакуп порталында заявка беріледі. Әрине, бір көзбен қарағанда бастапқыда бір қиын секілді, бірақ бірнеше рет осылай тренировка жасайтын болсаңыз, онда сіз үйреніп кетесіз. Және госзакуп порталының тағы да бір преимуществосы бар. Заявка беру процесінде кез келген бір тендерді алыңыз, есептемей қойыңыз. Просто до конца заявка беріңіз, сосын тендердің жауабы шыққанша отозвать етіп алсаңыз болады. Яғни тендер аяқталып қоймау керек. Аяқталып сіз ұтып алып отказ бере алмайсыз қой. Жауабы шыққанынша тендерден бас тартуға болады. Мен қатыспаймын деп. Просто сіз тренировка жасап, осы этаптарды өтіп шықсаңыз болады. Видео пайдалы болса, комментарий жазып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.